Демалыс деген қандай жақсы. Газет оқымайсың. Кітап бетін ашпайсың. Тіпті теледидарды көрмейсің. Көлікте радионы да қоспайсың. Нью-Йорк Таймс әжетханада жатыр, Вашингтон Пост газет емес. Керек десе, Майкл Джексон мен Backstreet Boys'ты тыңдайсың. Иглесті сұңқылдатып, Hotel California мен жастық шаққа бір барып қайтасың. Ой, рахат. Шынында рахат. Трамптың Truth Social'ын оқымай кеттім бір аптадан бері. Хте Илон Маск нені шулатып, нені білдіріп жатқанын білмеймін де. Маған десе, Мәсихтің ұлы Марсқа көшіп кетсін. Пөтен деген кім? Тірі ме, өлі ме? Маған бәрібір. Ши Цзиньпин Қытайды шыжғыра берсін. Түбі орыс пен Қытайды осы екеуі құлатады. Осы екеуі аман болсын. Жасылбай соғыса берсін. Оқтан, оттан, тіл көзден оны сақтасын. Балықшы болып кеттім. Ән тыңдадым. Ара-тұра Рамазан Стамғазының Дәриға Дәуренін тыңдаймын. Құл Керім Елемес ағамның әндерін іздеп тауып алып тыңдадым. Бетховеннің тағдырына тамсанып, Моцартпен бірге 90-шы жылдарды еске алдым. Селин Дианмен бірге Титаник шөккен мұхитқа сүңгіп, қармағымды қармап, балықшылы болып жүрмін. Мен адаммын. Шикі сүт емген адаммын. Ет пен сүйектен жаралған адаммын. Сүйегім титан, етім силикон емес. Басымда чип жоқ. Ештеңеге міндетті емеспін. Ешкімге қарыздар емеспін. 5 уақ құлшылығым бар. Маған қазаққа бодаусыз, тоқтаусыз, ұйқысыз, күлкісіз еңбек етесің деп уахи түскен жоқ, түспейді де. Серікжан Біләшұлы. 25 сәуір 2025 жылы.